Қайырлы күн, құрметті оқушылар, әріптестер, басқа да көрермендер, Геоглобус каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз 8 сынып бойынша арнайы сабақ тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғи ресурстар өңдеу. Өткен жолғы сабақта біз табиғи ресурстарды бағалағанбыз, экономикалық, экологиялық тұрғыда және де әлемдік табиғи ресурстар әлеуетінің орталықтарын анықтағанбыз. Бүгінгі сабақта біз ресурстар өңдеу мен қарастырамыз. Яғни сабақ мақсаттары: бірінші, табиғи ресурстар өңдеу, қайта өңдеу технологиясын сипаттаймыз, қандай орталықтар бар, дайын өнімдердің түрлері қандай, соны талдаймыз. Соны ары қарай география дерек көздерді талдаймыз. Енді бізде бірінші қарастар болса, мына сүйрет бізге таныс. Бұның алдыңғы, төмен, басқа да сабақтарды біз талдағанбыз. Мұнда жалпы бізде қарастар болса, сүйрет бөлімшесіміз сүйрет берілген, біз алайды. Бұл жерде бізде бірінші бізде берілген ресурс. Ресурс деген яғни әдет болса, біздің территориямызда ағаш орналасқан, ағаш егер оны орнынан алмайтын болса, ол пока ресурс болып есептеледі. Егер де біз оны кесіп алсақ, ағашты, ол шикізатқа айналады. Егер де біз шикізатты ары қарай өңдейтін болсақ, ол бізде дайын өнімге айналады. Бұл жердегі ресурс, шикізат, дайын өнім. Бағалар әртүрлі. Ең қымбаты бізде дайын өнім болып есептеледі. Оның бағасы қымбат болып есептеледі. Егер де біз шикізат сата беретін болсақ, ол әрдайым арзанға кетіп отырады. Енді келесі кеткен ары қарай жалғастырайық. Келесі табиғи ресурстар өңдеуді кезеңдерінде қандай кезеңдер тұрады? Енді бірден біз оны ресурс алсап, дайын өнімге айналдырмаймыз, оны өңдеу керек. Өңдеу үшін ары қарай көптеген шаралар ұйымдастырылады. Бірінші, өңдіру. Қоршаған ортадан ресурстар алу процесі болып табылады. Екіншісі, өңдеу. Ресурстарды пайдалануға дайындау. Одан кейін өндіріс. Дайын өнімді жасау үшін өңделген ресурстарды пайдаланамыз. Одан кейін шыққан дайын өнім біз сатамыз және тұтынады. Сатып алатын кісі, сатушымен және тұтынушы жолығады. Соңғы тұтынушыларға өнім тасымалдаймыз, олар пайдаланады. Пайдаланып болған соң оны қайта өңдеу керек, немесе жоямыз. Утилизация деген сақылды, қалдықтарды қайта пайдалану немесе қауіпсіз жою болып табылады. Енді пайдалы қазбаларын өндіру әдістерін тоқталатын болсақ, бұл жерде бізде 3 әдіс берілген. Бірінші, ол бізде ашық әдіс, карьер деп аталады. Екінші, жабық әдіс, шахта. Және үшінші әдіс, ол бұрғылау әдісі, ол ұңғыма. Енді келесі қарастыратын болса, келесі бізде жалпы табиғи ресурстарды өндіруге дейін қандай шаралар ұйымдастырылады? Яғни біз табиғат ресурстарын өндіру, яғни айтатын болсақ, ол ресурстарды және жерден алмас бұрын бізде қандай шаралар жүргізіледі? Оны еске түсіретін болсақ, мына физикалық картаны қарайтын болсақ, пайдалы қазбалардың таралу заңдылықтарын, яғни геолог маман ретінде бізде егер де қарастыратын болсақ, бізге ресурстарды табу үшін бізге не істеу керек? Олардың таралу заңдылықтарын табу керек. Бұны біз 7 сыныпта қарастырып кеткенбіз, минералды ресурстардың таралу заңдылықтарын. Және 8 сыныпта да бізде тау жыныстарының таралу литосферада біз қарастырғанбыз. Соны еске түсіріп, не істейміз? Жәнегі физикалық картадағы таулы аудандарда, жазықты аудандарда қандай тау жыныстары таралған, ол тау жыныстарына қандай пайдалы қазбалар жатады, соны біз не істейміз? Талдап қарастырып шығайық, одан барып ары қарай сабақ жалғастырамыз. Енді осыған байланысты біз сұрақ туындайды. Егер де картамен жұмыс жасап шықсаңдар, еліміздің шығысында көп таралған минералды ресурстар анықта деген. Яғни бізде еліміз шығыс аймағы, ол бізде таулы аудан болып есептеледі, Кенді Алтай. Яғни бұл жерде бізде көп таралған ресурстың түрлері, ол және минералды ресурстар ішіндегі полиметалл болып есептеледі. Яғни полиметалл құрамында бірнеше пайдалы металлар бар, күрделі кең түзілімдер болып есептеледі. Енді соның және өндіру немесіне тоқталатын болсақ, мына кестеде бойынша ақпарат біз не істейміз? Интернет көзін пайдаланып, физикалық картаны, Қазақстанның физикалық картаны қолдана отырып, не істейміз? Полиметалл кендерін өндіру және өңделу технологиясы сипаттамасын беру керек. Бірінші, география таралу деген атайды тұр. Қазақстанның физикалық картаны пайдалана отырып, полиметалл кендер қай жақта таралған, соны жазамыз. Кен орындардың атауын интернеттен іздейміз, қандай кен орындары бар. Әр кеннің өзінің атауы болады, полиметалдікі. Одан кейін ол кен және полиметалды қандай өндіру әдісі арқылы алады екен? Жабық па, ашық па, яғни карьер ма, шахта ма деген сақылды. Кенді өңдейтін орталықтарын атауы дейді. Қай жерде өңдейді? Соны атаймыз. Одан кейін сол зауытқа барған кезіндегі өңдеу кезеңдері, қандай технология арқылы жәнегі шикізат дайын өнімге айналады, соны қарастырамыз. Яғни сол шикізаттан бізде қандай дайын өнімдер жасады, соның түрлерін жасап шығамыз. Яғни полиметалл деп атады. Полиметалл деген құрамында бірнеше металлардың түрлері бар. Және айтатын болсақ, кен түзілімдер болып есептеледі, соны жазып шығамыз. Енді бұл тапсырма сендерге орындауға беріледі. Ары қарай өзім таныстыра кетейін. Полиметалл кенін өндіру әдістері. Бұл жерде тек қана екі әдіс қана пайдаланады.
ашық немесе жабық әдіс. Ұңғыма ол бізге қатысты емес. Оны және мұнай немесе газды өндіру үшін пайдаланады. Ары қарай полиметалл кендерін өңдеу үшін бізде бірінші кенді байытады. Жәнегі кен орнына алып келеді, оны зауытқа келеді. Зауытқа келген кезде оны кенді байытады. Кенді несіден бірінші ұсақтайды, флотация жасайды, кенді реагенттермен араластырылады. Үшіншісі ол гравитация байыту дейді, кеннің ірі фракцияларын қолданылады дейді. Екінші кезеңде металлургиялық өңдеу дейді. Бұл жерде пирометаллургия дейді, кенді балқытады. Екінші гидрометаллургия дейді, кенді қышқылдармен шаяды. Үшінші металдармен тазалау дейді. Бұл жерде бізде бірінші электролиз дейді, мыс, мырыш, күміс үшін қолданылады дейді. Одан тазарту дейді, асыл металдар алу үшін пайдаланады дейді. Осылайша үш этаптан өтеді екен. Және үш этапта да бізде айтатын болсақ, өзінің пайдаланатын технологиялар болады екен, қолданылатын әдіс тәсілдер. Келесі, енді неліктен табиғи ресурстар өңдеу маңызды дейді. Бұл жердегі сұрақ, яғни сабақ басына қарастырып кеткенбіз, не себептен біз шикізатты экспортқа сату керекпіз, немесе ол шикізаттан неге біз дайын өнім жасау керекпіз деген сақылды. Дайын өнім мен шикізаттың бағасы қандай деген сақыл, сол сұраққа біз жауап берсек, мына сұраққа да біз жауап бере аламыз. Енді бұл жердегі басты себеп ол ресурстан шикізат әрдайым дайын өнім жасайтын болсақ, бізге де пайда көбірек түседі. Чем шикізат сатқанша экспортқа. Ал оның дайын өнімге айналдыру үшін бізде не істеу керек? Адами жәнегі ғылыми жетістіктер көбірек болу керек, айтатын болсақ, өзіміз меңгеріп алу керекпіз. Келесі полиметалл кендерінің дайын өнімдеріне тоқталатын болсақ, бұл жердегі бірінші қорғасын, аккумулятор, кабель қабығы дейді. Мырышталған болат, қорытпалар, бояулар жасайды екен. Мыстан сымдар, құбырлар жасайды екен. Күміс, алтын, зергерлік бұйымдар мен электроникаға қолданылады. Одан күкірт қышқылы, яғни химия өнеркәсібінде қолданылады. Жақсы. Келесі тапсырма дейді. Бұл жерде бізде қарайтын болсақ, маңызды аспекттеріне тоқталатын болсақ, бұл жерде полиметалл кенін өндіру және өңдеу кезеңінде туындайтын экологиялық мәселелер сипаттау керек. Яғни ол қоршаған ортаға қандай әсер етеді, соны қарастыру керек. Екіншісі, полиметалл кендерін өндіру және өңдеу кезінде экономикалық маңыздылығын түсіндіру керек. Қандай экономикалық маңыздылығы бар, соны қарастырамыз, бағасын береміз. Ары қарай бейнеролик біледі, яғни мұнайды өңдеу бойынша бұл жерде көрсетіледі. Оны да көріп шығамыз. Бейнеролик қалдырып кетемін, яғни мұнайды жәнегі қалай өңдейді, оны ары қарай қандай өнімдер алады, соны танысамыз, қандай әдістер пайдаланады екен. Енді бұл жерде келесі қарастыратын болсақ, табиғи ресурстар өңдеу орталықтан тоқталатын болсақ, бұл жерде минерал ресурстардың өңдеу орталықтары, бірінші ол кенді байыту комбинаттары, тау-кен байыту комбинаты. Екінші мұнай газ зауыттары, өңдеу зауыттары көбінесе НПЗ деп аталады. Химиялық зауыттар есептеледі, одан орман шаруашылығы бойынша орталықтар, олар ағаш кесетін кәсіпорындар, пилоран деп аталады, немесе келесі қағаз комбинаттары есептеледі. Үшіншісі бізде қағазды өңдеу комбинаттары атауларына назар аударамыз. Келесі агроөнеркәсіптік орталықтар, бірінші бізде астық өңдеу зауыттары, ет өңдеу зауыттары, сүт зауыттары кетеді, одан қант зауыттары деген сақыл консерв зауыттары болып бөлінеді, яғни салаларына қарай. Ары қарай қалдықтар өңдеу, қайта өңдеу орталықтары, бұл жерде бізде қоқыстарды өңдейтін зауыттар мен қалдықтарды жағу зауыттары орталады. Яғни Қазақстанға бізге осылар жетіспейді, соңғы зауыттар түрлері. Келесі кеттік. Келесі сұрақ бойынша бізде жергілікті жердегі табиғи ресурстарын өңдейтін орталықтар атады. Яғни өздерінің тұратын қалалар бойынша жәнегі тізімдегі сақылдық қандай зауыттар орналасқан, соны атап шығасыңдар. Және де айтатын болсақ, қандай мақсатта, яғни егер де мысалы қалаларында айтатын зауыт, ірі зауыт орналасатын болса, яғни қаланың маңайында соның көзі бар, және айтатын болсақ, кен орнының көзі бар. Сонда да атап шығамыз, қандай кен орындары бар екен, соны талдаймыз. Келесі кеттік, енді табиғи ресурстар орталықта тоқталатын болса, ол белгілі бір табиғи ресурстар шоғырланған және оларды өндіру мен өңдеудің дамыған инфрақұрылымы бар аумақтар есептеледі. Мысалы шығыста біз Өскеменді айтатын болсақ, Өскемен маңайында және Кенді Алтай орналасқан, Кенді Алтайдың маңайында және көптеген және полиметалл кендері бар. Жалпы оның өңдейтін орталығы Өскемен қаласы есептеледі, ондағы жәнегі ірі зауыттар орналасуына байланысты. Сол сақыл және Қазақстан басқа да өңірлерді бойынша айтып шығады, мысалы солтүстік, оңтүстік аймақтар бойынша, батыс аймақтар бойынша. Келесі мында қарайтын болса, әлем бойынша қарастырайық. Бұл жердегі ресурс түрлері бізде берілген. Әлем бойынша мұнай мен газдың орталықтары бізде таяу шығыс, Ресей, ақш, Канада есептеледі екен. Және таяу шығыстағы Сауд Арабия, Иран, Ирак, Кувейт, Біріккен Араб Әмірліктері. Бұлардың дайын өнімдері бензин, дизель, пластмасса, тыңайтқыштар, химиялық
заттар шығарады. Темір кенді бойынша бізде Ресей, Австралия, Бразилия кіреді екен. Болат, прокат, құрылыс материалдары кіреді. Полиметалл бойынша Қазақстан, кенді алтай кіреді екен. Канада, Перу, Қытай болып есептеледі. Жаңа дайын өнім түрлері берілген. Алтын мен күміске бізде оңтүстік Африка, Ресей, ақш, Австралия жатады екен. Боксит деген ол бізде алюминий шығарады. Австралия, Гвинея, Бразилия кіреді, Ресей кіреді екен. Орман ресурстарына бай Канада, Россия, Ресей кетеді, одан бізде Скандинавия елдері кіреді екен. Ауыл шаруашылық ресурстары бойынша бізде ақш кетеді екен, одан жәнегі Қытай мемлекеттері жатады екен. Балық өнеркәсібі бойынша және мына жерде бізде Каспий немелерін қарастыруға. Жақсы, келесі. Енді осы бойынша бізде канал қолдау білдірейік. Канал енді ақпарат, бүгінгі сабақтың ақпарат түсінік болса каналға жазылайық. Канал бойынша ақпаратты басқарым таратайық. Назарларыңызға рахмет.